Саламатсыз ба? Саламатсыз. Менің есімім Нұрсұлтан Хамидолла, мен сіздің емдеуші дәрігеріңіз боламын. Сіздің аты жөніңіз кім? Азамат Парманов. Азамат Парманов. Жасыңыз нешеде? 42-де. Қандай маған шағымдармен келіп отырсыз? Зәрінің түсінің өзгеруімен қызыл түсті болып жатыр, және шаршағыштық пайда болып отыр. Қандай да бір қосымша неңіз бар ма, симптомдар? Бар, температурам көтеріліп жатыр, 38-38,5 және белім ауырады. Бұны алдын қандай да бір аурулармен ауырдыңыз ба? Иә. Өзімді 5 жылдан бері аурумын деп санаймын, және де жарты жыл сайын бір рет емханаға емделемін. Қандай немен аурумен учетта тұрасыз? Созылмалы тонзиллитпен. Созылмалы тонзиллитпен. Бұл жағдайда не себептен деп ойлайсыз? 2 апта бұрын баспамен ауырдым. Не сол себеп па деп отырмын. Осыған байланысты қандай да бір ем қабылдадыңыз ба? Жоқ, ем қабылдаған жоқсыз. Осыған дейін бір қандай да бір пневмония, болмаса пилонефрит, болмаса гломерулонефрит, цистит-пен, болмаса недегі несеп ағырдағы тас аурулар болды ма? Жоқ. Ондай аурулар болған жоқ. Так, енді осыған байланысты мен сізде тұруыңызды сұраймын. Артыңызға қараңыз маған. Мен қазір соққылайын, неңізді бүйрегіңіздің үстіне. Ауыратын болса, ауырады деп атасыз. Жарайды. Ауыра ма? Иә. Ауыра ма? Иә. Жарайды, отырыңыз. Сізде қандай да бір лабораториялық көрсеткіштеріңіз бар ма, анализдер тапсырған? Иә, бар, анализдер. Мен сізде бұл жерде анемияны көріп отырмын. Жаңағыдай. Сосын бекерден бекер жаңағы зәрде қан бар емес. Және де мен лейкоцитоз көріп тұрмын бұл жерде. Және де мен бұл жерде ЭТЖ жоғарылағанын көріп тұрмын. Бұл дегеніміз организмде қабыну процесін көрсетіп тұр. Келесі зәр анализіңізді қарап көрейік. Зәр анализіңізде сіздегі гемоглобиндер бар. Ол жалпы айтқанда қан, сіз түсіну үшін бұл жерде микро-макро гематурия көрініп отыр. Және де зәрдің тығыздалуын байқап отырмыз, өзгеруін. Сосын протеинурия болып тұр сізде. Жалпы енді осы мен сіздің неңізді, жалпы жалпыларыңызды жинақтай отыра, осы лабораториялық көрсеткіштеріңізді жинай отыра, сізге мен болжамды диагноз созылмалы 2 жақта гломерулонефрит қоямын. Сіз еш уайымдамаңыз. Осы ауруханаға мен сізге жолдама жазамын. Барынша лездетіп, тез емделуіңіз қажет болып табылады. Ауруханада барлығы сізді жақсылап емдейді. Сізге барлығы түсінікті болды ма? Иә, түсінікті болды. Қандай да бір сұрақтарыңыз бар ма маған? Жоқ, сұрақтарым жоқ. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, кез келген уақытта келсеңіз болады. Жарайды, сау болыңыз. Сау болыңыз.